Менің қазақша рецепттерге арналған каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Мен бүгін өзімнің балаларыма жасайтын слоеный тестодан сосискамен жасайтын осындай закускамен рецептісімен бөліскім келеді. Мен бұл жолы магазиннің слоеный тесто сатып алдым. Және оны осылай төрт бұрышлап, жіңішкелеп, шұқалап тұрып жайып шықтым. Міне мен тестімді осылай жайып алғаннан кейін маған 2 сосиска керек. 2 сосисканы осылай қойдым. Және тестімнің үстіне өзімнің қолымда бар жақсы көретін сырымды теркіден өткізіп шықтым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай сосиска, қандай сыр қолданасыз, соны қолдана бересіз. Міне осылай мен барлық жеріне сырды терка арқылы жайып шықтым да. Енді тестімді нығыздап, кішкене қаттырақ тартыңқырап тұрып орап шығамын. Міне менің қамырым дайын болды. Енді осыны осылай жіңішкелеп кесіп шығамын. Осылай дайын болған сосиска мен тестімді мен противенге қойып алдым. Және жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт қосып, әбден араластырып, осыны сосиска мен тестінің бетіне жағып шығамын. Жағып шығып 160 градуста 20-25 минутқа пешке салып аламын. Міне менің дайын болды закускамыз, осындай болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер. Біздерге ас болсын.